Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Қалай көрініп тұр, қалай естіліп тұр? Қалай көрініп, қалай естіліп тұр? Эфир сақталады, бірақ 24 сағатқа сақталады. 24 сағаттан кейін сабақ өшіп кетеді. Қалай көрініп тұр, қалай естіліп тұр? Жақсы естіліп тұр. Саламатсыз ба? Гүлжан ханым, көргеніме қуаныштымын дейді. Мен де сіздерді көргеніме қуаныштымын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы күн, Гүлжан апай. Қалайсыздар? Бәрі күшті дейді. Екінші сабаққа дайынсыздар ма? Сызбаларыңызды дайындап отырсыздар ма? Көңіл күй тамаша дейді. Ой, Нұржан. Мен інім ғой. Нұржан мырза, шығып кетсеңіз біздің эфирден, сіз бәрібір түгіді үйренбейсіз. Нағашың, не деген әдемісіз деп жазып отыр. Кешегі сабақта жеңді түсінбей қалдым дейді. Жеңді түсінбей қалған болсаңыз, біздің YouTube каналымызда сабақ бар, жең деген. Тауып қайтадан жасасаңыз болады. Открытый доступта. Қайырлы күн, баршаңызға сәттілік тілеймін. Керемет, тағы да біраз қыздар жиналсын, я? Қарапайым, бәрі түсінікті дейді. Жақсы. Керемет, прям қыздар қуанып кеттім да. Себебі кеше қыздар тағы да смайликтер жіберіп отыр, нағашым қоймайды. Гүлжан ханым, егер пішіп болғаннан кейін үлкен болып кетсе, қалай қысқартамыз размерін дейді. Егер үлкен болып жатса, жаннан алуға болады. Ініңіз тауыр болды ма? Інім тауыр болғаннан кейін ғой мынау. Мына жерге менің эфиріма кіріп, әр нәрселер жазып отырған. Аллаға шүкір, анализдері бәрі жақсы шықты. Прям уайымдадым інімді. Бірақ анализдері жақсы шығып, қазір жұмыс істеп, жатуға уақыт жоқ о кісіде. О кісіде кәсіпкер. Сызбамыз дайын дейді. Сабақты сақтап қоясыз ба, жұмыстан қол тимей жатыр дейді. 24 сағат. 24 сағат қана сақталып тұрады. 24 сағаттан кейін сабақты өшіріп тастаймын. Кешегі болған сабақты уже өшіріп тастадым. Прям қыздар молодцы. Белсенді үй тапсырмасын дайректке, менің жекеме, телеграмдағы дайректке жіберіп жатыр. Прям сызбаларын ешқандай сұрақсыз бірден. Жеңнің сызбасында, көйлектің де сызбасында бәрін дайындап, маталарын жуып жіберіп жатыр. Прям үй тапсырмасын орындап, кейбір қыздар жұмыста болса да кешке тез-тез бала шағасына тамақ беріп, тез-тез бәрін жинастырып, реттеп, кешке отырып, сабаққа қарап, прям сызбаларын дайындап тастады. Гүлжан ханым, осы куртка мен көйлектің сызбасы екі бөлек па дейді. Әрине екі бөлек. Так, 96 қыз болды дейді. Так. Қазір маған запрос жібермей ақ қойыңыздар, себебі бұл сұрақ жауап эфирі емес. Бүгін бізде сабақ, онлайн сабақ болады. Тегін сабақ болып жатыр. Қызығып отырмын, бірақ телефон босамай жатыр балдардан. Балдарыңыз сабақ істеп жатыр ма?
сабағын істеп алсын енді, одан кейін эфирден кейін. Бірақ в прямом эфире менімен бірге үлесіп істеген вообще қызық болып жатады да. Себебі энергетика мықты. Дайынбыз дейді. Матаны дайындап қойыңыздар, сіздерде жайып. Кілемге болсын, неге болса да матаны дайындап қойыңыздар. Мен мұны столға жайып дайын отырмын. Мұны. Қараңыздар, мына матаның шеті бар ғой да, новичок қыздар. Мына матаның шеті бар. Я, соны екі бүктейміз. Ой, не ашылмай қалды арасы. Вот. Мына матаның шеті, кромка деп айтып жатады ғой. Вот осы екі кромканы біріктіріп, мына ұзына бойы осылай бүктеп аламыз. Мына жерде мына матаның бүктелген жері болады. Мына жерде матаның бүктелген жері болады. Вот. Вот осылай. Бізде прям күн деген жарқырап тұр. Солай бүктеп матамызды дайындаймыз. Бүгінгі бізге керекті құралдар. Түйрегіш керек. Түйрегіш жоқ болса не проблема. Вот түйрегіш керек. Бор керек болады сызатын. Бор жоқ болса кептірілген сабын. Біз кезімізде кептірілген сабынға не жасайтын едік? Солай жасайтын едік. Бізде о кезде мынандай портновский мел болмайтын еді бізде. Вот, одан кейін метр. Кеше дайындаған сызбамыз. Пішетін қайшы, міне қайшым кешегі айтқан. Сосын машинкам. Сәлем қыздар, Гүлжан ханым, белім жоғарырақ алып тіксем ба деп едім дейді. Болады, 5-6 сантиметр жоғары жасасаңыз болады. Сонда как для беременных болады да, я? Белден жоғары жасасаңыз, где-то 5-6 сантиметр өзіңіз қарайсыз. Не тігесіз деп айтып жатыр. Штапель көйлек тігеміз. Осы выкройкадан трапеция көйлек болады ма дейді. Я болады. Моделирование сабағын кез келген уақытта алуға болады ма дейді. Жоқ, алуға болмайды кез келген уақытта. Қай кезде тіркелу басталады, сол кезде ғана қатыса аласыз. Қазір тіркелу болып жатыр. Қазір 57% скидкамен, пайыз жеңілдікпен тіркелу болып жатыр моделирование сабағына. Қазір ғана тіркеле аласыз, одан кейін мерзімі біткеннен кейін тіркелудің кейінен қалаған кезіңізде ашып қарап не істей алмайсыз, тіркеле алмайсыз. Себебі ол кезде продажа жабық болады. Так. Бәрекелді, өте пысықсыз дейді, рахмет. Күлсарыдан сәлем дейді. Күлсарыға үлкен сәлем. Кешеге эфир жоқ. Кешеге эфир уже өшіріп тастадық. Мен бұрындары қате жасайды екенмін. Эфирді сақтап қоямын да. Қыздар ертең жасаймын, бір күн жасаймын деп жасамайды екен. Қазір кішкене қатал болам. Кішкене емес, даже нормально. Өшіріп тастаймын деймін, өшіріп тастаймын. Себебі маған нәтиже керек қыздардың. Қыздардың сылтауы таусылмайды екен былайша қарағанда. Сондықтан сабақты мен кеше 24 сағат сақтайын дедім, 24 сағат сақтадым, и сабақты қазір өшіріп тастадым. Үлгерген қыздар үлгеріп қалды, тем более бұл тегін сабақ, тегін бергеннің құны жоқ деп айтып жатады ғой. Бірақ кешеден бері сезіп жатырмын, көріп жатырмын, қыздар прям жасап жатыр, үй тапсырмаларын орындап, А4-ні біріктіріп, сызбағы жасап, істеп жатыр, өлшемдерін алып жасап жатыр, прям қуанып отырмын. Енді үлгермей қалған қыздар болса, ренжімеңіздер, сіздерге 24 сағат уақыт берілді. Яғни кеше сағат 12-ден бастап, бүгінгі 12-ге дейін күні түні сабақ ашық болды. Түнде болсын, күндіз болсын, қалаған кезіңізде ашып қарап жасауға болатын еді. Ал если сіз 24 сағаттың ішінде үлгеріп жасамаған болсаңыз, демек сізге бұл сабақ қажет емес. Прям бұл сабақ сізге құнды емес деп түсінемін. Сондықтан сабақты 24 сағаттан кейін өшіріп тастаймын. Бұл сабақ құнды, ақпарат құнды екенін біліп, қыздар жасап жатыр. Кейбіреулері даже түнде ұйықтамай, түнгі 12-де, 1-де прям сол сабақтарға қарап, үй тапсырмасын жасап алды.
Ендеше екінші сабаққа өтейік. Бұл үшінші сабақ емес, негізі екінші сабақ. Кеше просто эфир екіге бөлініп кетті, сондықтан екі сабақ болып кетті. Негізі бір сабақ еді ол. Қалайсыз дейді, жақсымын, кеше прямойды көрге. Жақсы. Ұнап қалды дейді. Алла зейіндеріңізді ашсын, қыздар. Мен пока газетке сызып алдым. Жарайды, егер сізге газет кедергі жасамаса, мәтіндер сізге білім алуға кедергі жасамаса, онда, пожалуйста, жасай беріңіз. Гүлжан ханым, менің алдыңғы сызба, артқы сызбадан белі төмен болып, сонда қолтық ойынсынан қалай сызады, мен сыза алмадым дейді. Кеше сұрақ жауап эфирі болды. Қазір бізде уже сабақ. Дайрекке сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен прям андайда кейбір оқушылар бар, барлық көңілді өзіне аударғысы келеді. Кеше мен сіздерге айттым, сұрақ жауап болады. Сол кезде сұрақтарыңызды қойып алсаңыздар болады. Дайрекке хабарлассаңыздар болады. Посттың астында жаздым, дайрекке хабарласыңыздар дедім. Жеке-жеке бәріне жауап беріп отырдым. Тегін сабақ болса да, кері байланыс беріп отырдым. Қазір енді бүкіл сабақтың бәрін тастап, осынша 137 қыз қатысып жатыр, бәрін тастап, қазір мен сіздің жеке өзіңіздің сұрағыңызға жауап бермеймін. Сіз жекеде дайректе сұрағыңыз болса, дайректе сұрағыңызды қойып алыңыздар. Гүлжан дөрекі десеңіздер, өздеріңіз, еркіндеріңіз, бірақ сіздерді нәтижеге шығу үшін эгоист болмай, қыздар, бәрін қойып, сіздің бетіңізге қарап отырмаймыз. Біз қазір осы жерде сабақты жалғастырамыз. Үй тапсырмасын жасап қалған қыздар, үлгеріп қалған қыздар, ары қарай жалғастырып, осы сабағымызды пішеміз. Соны сызамай қойдым дегенде, қыздар, неге кері байланыс бермейсіздер, неге сұрақ қоймайсыздар? Дайректе мен құлтап қойған жоқ қой, дайректі, доступ запрещенный болған жоқ қой. 24 сағаттың ішінде күні түні кез келген кезде дайректен сұрақ қоюға болады. Сұрақтарға белсенді жауап беріліп жатыр. Дайректе басқалар сияқты, мысалы үшін дайректе сұрақ қойсаңыз да жауапсыз қалып жатқан жоқ ешкім, бәріне жауап, кері байланыс беріліп жатыр. Сондықтан қазір эфирде қойып, бәрін талқылап, кешегі өтіп кеткен сызбаны біз қазір отырып талқыламаймыз. Сұрақтарыңыз болып жатса, дайректен сұраңыздар. Сабақтар құнды, мен үшін сақтап қойып, тіге берем. Сізге үлкен рахмет бөліскеніңізге дейді. Нормальный экран. Экран беті жыбырлап тұр, цветной болып дейді. Сенің телефоныңыз звондап отыр. Бағасыз сабақтар бұл дейді. Так. Мен үлгердім, жаңа сызып бітірдім дейді. Алла зейіндеріңізді ашсын. Молодцы. Молодцы, қыздар. Ендеше жалғастырамыз ба? 48 размер, 2 метр матам бар, жеткізе аламын ба дейді. Так, 2 метр мата болса, жеткізіп қалуыңыз мүмкін. Жеткізіп қалуыңыз мүмкін, бірақ жеңді, наверное, өзінен жасайсыз. Экран. Менде Wi-Fi жақсы ұстап жатыр, негізі. Wi-Fi менде 5 гигабайтта мықты. Себебі ол ұлыма керек. Шетелмен жұмыс жасайтын болғаннан кейін өзіне мықты Wi-Fi қойып қойған. Біздің үйде мықты Wi-Fi. Если қатып қалып жатса, значит, ол, наверное, сізден. Кім маған звондап отыр ма? Так, жалғастырайық. Гүлжан ханым, дайынмын деп айтты. Кім айтады? Неге цветной болып жатыр? Мен ешқандай маска қойған жоқпын. Без маски жұмыс жасап жатырмын. Нормально ма? Қыздар қалай көрсіп тұр? Бір не жасап алайықшы? Қалай болып тұр? Бізде тынық көрсеп тұр дейді. Экран жақсы, нормально. 4 метр штабель матап дайындап қойым дейді. 4 метр артылып қалады сізде. Таза көрініп тұр дейді, жақсы. Бүгін шашыма мән бермеңіздер. Бүгін обедке дейін психологпен жұмыс жасап, кішкене бетімді сыққан. Оған мән бермеңіздер, хорошо? Сағат 12-де, мен кеше 12-де сабақ болады деп есіме шығып кетті. Бүгін менде запись болған, психологқа жазылып қойған екен. Сол есіме шығып кеткен ғой, ой, бұл деппін ғой. Одан кейін 2-ге ауыстырдым.
50 размерге 2 метр мата. Жетіп қалуы да мүмкін, жеңге жетпеуі мүмкін да. Жеңді өзінен жасасаңыз болады. Мындай спущенный қылып өзінен жасасаңыз болады. Или ұзындығын кішкене қысқартасыз. Жақсы, онда ендеше жалғастырайық. Кеттік. Жақсы көрініп тұр деп жатыр. 158 қыз отыр. Молодцы. Мне кажется, былай мен піше берем. Ең алғашқыда қыздар пішкен кезде матамызды дайындадық, иә. Матаны мен кеше бұл штапельді мақтағандай бар екен. Прям мен даже үтіктеген де жоқпын, даже мұжылған да жоқ. Шайып 20 минутқа жібітіп, шайып, сығып, қайтып жайып, кептіріп алдым. Сіздерді солай жасадыңыздар деген үміттенемін. Вот. Қазір біз енді мынау екі шеттегі кромканы қырқып аламыз. Себебі көрдіңіздер ме, матаны тартып тұр. Үнемі өздеріңізге заң қылып алыңыздар. Матаның шетін осындай қырқу керек. Кромкасын пішудің заңдылығы жетеді. Я көріп тұрмын, петличка бар екен. Так. Прям ерінбей, үнемі пішетін кезде шетін қырқып аламыз. Вот. Осылай қырқып лақтырып жібереміз. Керек емес бұл бізге. Ең үнемі пішетін кезде, қыздар, үнемі пішетін кезде бірінші көйлекте юбканы пішіп аламыз. Юбканы пішіп аламыз. Матасы аздау қыздар. 2 метр неге алады көйлекке? 2 метр аз негізі көйлекке шы. Кең, мол шықсын десеңіздер, үнемі не алыңыздар? Көбірек. Мұны қараңыздар, мынау мені арты да. Мен где-то мынанша қалдырамда бір қарыстай. Қалдырамдағыны, значит, менде бір примерно осы жерге дейін болу керек. Вот мынау бүрме болады. Мына матадан мен төменге түсірем. Бір 10 сантиметр төменге түсемін. Сосын осылай қисықтау жасайын. Менде кішкене трапеция болады да, и клеш, и бүрме болады. Анда кең әдемі шығады. Вот. Юбкам 75 сантиметр болады, 2 сантиметр тігіске кетеді. Демек мен 77 сантиметр қиюым керекпін. 77 сантиметр. Вот, осылай. Міне, жоғары жақтан 10 сантиметр түсірдім. Менде бұлай болды, қараңыз. Вот. И мына жерде бір қарыстай, міне, бір қарыстай мен бүрмеге алып қалдым. Бүрмесі жақсы шығады. Бүрмесі мол, әдемі болады келініме. Вот, осылай жасадым. И 77 сантиметр осы сызықтан мен 77 сантиметр сызып жатырмын. И кішкене трапециевидный болады. Мұны қараңыз, кішкене трапеция болады. Вот. Енді қырқамын. Мұны қараңыздар. Қырқудың да өзінің құпиясы бар.
матаны көтермейміз, матаны қимылдамаймыз, матаның алдында өзіміз билейміз. Яғни бізде мін кейбіреулер прям матаны көтеріп алып тұрып қият, дұрыс емес ол. Мін жатқызып қойып, мін артығын аулақтырып жібереміз. Мына жерден жең шығаруға болады. Келесі, просто 2,5 метр сіздерге прям молмен жетеді да, үйдің көйлегіне. Екінші юбкасында дәл солай қылып қиып аламыз. Даже алды арқасына қарағанда кішкене кеңдеу болады. Вот. Бұлай қойып алсаңыздар болады. Міне қараңыздар, мына сызық мына жақта болса, жоқ. Міне бұлай. Мына сызықтан біз түймеге бердік қой. Вот. Вот. Кішкене көбірек болады. Кішкене көбірек болады. Міне. Міне, 2 саусақтай, міне, 2 саусақтай, даже 3 саусақтай жерде кішкене кеңдеу болады. И дәл осылай қойып, алды кеңдеу болады арқасына қарағанда. Осылай қойып шығамын. И дәл осы ұзындықпен бірдей қылып қиып аламын. Матаны ешқалай көтермейміз. Прям бүгін погода керемет болып тұр бізде Шымкентте. Прям күн шығып енді жарқырап тұр бар ғой. Алланың бір бұйрығымен ше. Бір күшті болып тұр. Міне. Енді мен бүктеп аламын. Ендіше менде мата. Бұл мата керек болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін, неге жұмсайтынымызды оны. Вот. Менде көрдіңіздер ме, даже осыдан кішкене артылайын деп тұр. Енді қыздар, егерде арқа кеңдігінен дұрыс өлшедім ба, дұрыс өлшемедім ба деп қорқып тұрған болсаңыздар, арқасына 1,5 сантиметр тігіске берсеңіздер болады. Мен арқасына тігіске бермеймін, вот осылай түйрей салам қайшымен, түйрегіштермен. Прям түйрегіштермен түйреп тастаудың қажет жоқ. Осылай кішкене түйрейміз. Вот так. Вот осылай. Міне. Осылай түйреп шығамыз. Нормально көрініп тұр ма қыздарға? Комментарий өшіп тастадың ба? Вот осы. Тігінен болу керек. Қыздар, мұна матаның тік жібі, мұна көлдене жібі, ал мұнау қисық жібі. Мұна. Бұлай келген
бұл қисық жібі болады, покосой деп айтып жатады. Мынау тігінен подолевой болады, мынау көлденесінен болады. Біз пішкен кезде үнемі тік жібінен пішеміз, үнемі тік жібінен пішетін боламыз. Кейбір көйлектерді оны көлденесінен пішеді, оны курста айтылады біздер толықтай полностью қалай пішілетіні. Мынау тігінен пішеміз, үнемі қай жаққа сиды деп заңдылықты үнемі қараңыздар. Жеңді пішкен кезде де мынау подолевой кету керек, яғни тігінен кету керек. Мына детальді мына жаққа қарай жылжытсаңыздар да болады. Мына жаққа бізде жең симайды, бұлай пішуге болмайды. Вообще болмайды бұлай пішуге жеңді да. Себебі ол сізге тар болады. Көлденесінен тігінен жіптер киген кезде ол білініп тұрады. Осы жерге қоямыз да и тігінен пішеміз. Міне, тігінен пішеміз. Как попало қойып кетуге болмайды. Пішудің де өзінің бір заңдылықтары бар, қыздар. Сондықтан, вот, жеңді де. Ұзын жең жасайтын қыздар, менің жекеме ұзын жеңнің сызбасын жіберіп отырды. Біз кеше бүрме жасаймыз дедік, естеріңізде болса. Мен ортасынан қиямын. Вот. Бұл уже как моделирование кетеді. Ортасынан қиямын. И екі шетінен кішкене қиямда. Бізде как фонарик тәрізді болады. Міне. Вот так вот бүрмеге кішкене ашамыз. Вот. Осылай, міне қараңыздар, ортасы тігінен кетті. Қағаны былай ашып кете береміз. Екі жаққа бірдей. Қисайтып жіберуге болмайды. Ортасы тігінен кету керек. Тігінен деп қалай тексересіздер? Қалай тексереміз? Мына матаның шетінен, мына жерге дейін менде 22,5 сантиметр. Вот, мынаның ортасы, мынау, 21,5 болып тұр. Демек, мына жағы да центр 21,5 болады. Вот, 21,5-ді белгілейсіздер да, и содан бірдей ашылу керек. Если мына жақтан 1 сантиметр ашылған болса, мына жақтан да 1 сантиметр ашылу керек. Мынаның аралығы егерде 3 сантиметр болса, значит, мынаның да аралығын 3 сантиметр етіп ашып, вот, бірдей қылып жасаймыз. Вот, так. Вот, түйреп алдық. Енді пішеміз. Полностью бормен сызып, шықсаңыздар да болады. Вот, бәрін копировать етіп, сызып шығамыз. Сосын, сіздерге мына ручкамен мойын жағы, мына жағы бізде тақалып қалады, прям мойнымызға тақалып тұрады да. Сондықтан мен кішкене ашам. Жанынан 2 сантиметр ашамын. 2 сантиметр. Арқасынан 1 сантиметр ашамын. И былай жасаймын. Бұл уже моделирование деп айтып жатады. Вот, мына жақта мен 2 сантиметр аштым. Демек, қайшымен былай қиып тастаймын. Вот. Мойын кішкене босаттық. Үй киімі болған соң. Мына жағынан да біз 2 сантиметр ашамыз. Мына жақтан кішкене бостау болсын деп өздеріңіз былай есептейсіздер, қараңыздар. Мына жағы, мына точка, мына точка, ол мына жеріміз, мына жеріміз ол. Қанша ашқыңыз келеді, өзіміз қараймыз. Басында көп ашып жібермеңіздер. Где-то бір 5-6 сантиметр ашып, ертеңгі күні жұмыс жасаған кезде, прям көкірегіңіздің бәрі көшеде жүрмесін. Сондықтан, осы жерден мына жерге дейін ашсаңыздар болады. Кейін қалғанын примеркада аша бересіздер, хорошо? Вот, 8 сантиметр мен ашып жатырмын. Вот, 8. Мына мойын жақтан 8. Демек, мен мына жақтан 8 сантиметр өлшеп алам да, даже 7 өлшейінші. Чересчур сияқты 8. И думалақ жасағымыз келсе, думалақ жасаймыз. Үшбұрышты жасағымыз келсе, үшбұрышты жасаймыз. Вот, осылай мен думалақ жасаймын.
Вот. И мынау думалақ жағын, мына жағынан 2 сантиметр, мына жағынан 7 сантиметр мен қиып алып тастап жатырмын. Вот. Болды. Бұл бізге уже қажет емес. Енді осы жағынан бұлай сызып аламда 1 сантиметр тігіске бері қиып тастаймыз. Болды. Мына уже түймеге берілді. Тігіске берілсе болды. Осылай ерінбей сызып шығамыз. Тіккен кезде мына көкіректегі выточка. Сызған кезде тура C1-ге дейін сыздық, я? А бірақ тіккен кезде осы жерде сразу түйрегіш қадап алыңыздар. Тіккен кезде біз осы нүктеден 2 сантиметр жеткізбей түйрегіш түйреп аламыз. Яғни біз тіккен кезде осы түйрегішке дейін тігетін боламыз. Міне, бізде сонда көкіректің выточкасы, бізде C1 деген точка ол мынау. Я, көкіректің ұшы. Выточка көкіректің ұшына дейін келетін болса, ол дұрыс болмайды, я? Дұрыс болмайды, ол қате. Яғни бізде бір 2-3 сантиметр жетпеу керек выточканың тігісі, да? Вот, осы жерге, бұл осы жері. Вот, түйрегішті 2-3 сантиметр өлшеп алып, C1-ге дейін, и тіккен кезде біз осы жерге дейін тігетін боламыз. Сосын мынандай бір құпия бар. Біз мына жерде қиып алдық, мына жерде жабыстырдық. Ендіше бізде ширина груди деген өлшем бар. Өздеріңізді осы жерден өлшеп тексеріп аласыздар. Міне, уровень мынау 5 сантиметрге көтердік қой мына жерде. Осы районда тексеріп аламыз. Вот. Немесе кейін жасап алсаңыздар болады. 38 сантиметр. Менде 36. 36. Ширина груди 34, 17 болып тұр. 34, 17. 17-ге, так, 17-ге плюс 3 миллиметр болса, 17,3 миллиметр. Вот, даже 17,5 болсыншы. Вот, осы жер 17,5 болып тұр. Демек, мен осы жерді тексеріп аламын да, вот өзіңізді де без примерки сол кезде жақсы шығады. Вот, ширина груди дұрыстап өлшеп алуыңыз керексіз. Вот, осы жерде, значит, кішкене былай қиып тастасақ болады. Вот, для себя өзіңіз тексеріп алдыңыздар. Вот, сол үшін керек бізге сол өлшем. Вот, қолтықтың ойындысы, сонда бірден жақсы шығады. Вот, жасап алдық. Я? Кейбір сызбаларда ол дұрыс келеді бірден. Так, енді қараңыз. Бізде ширина груди, обхват груди менде 46 плюс 3, 49 сантиметр болды, я? 49. Мен 49-ды естеріңізде болса, Г нүктесі, Г1 нүктесі менде 49 сантиметр шықты. Мен осыны 2-ке бөлдім. 2-ке бөлген кезде 24,5 болды да? 24,5 болды. Сосын 1 сантиметр Г нүктеге дейін жылжыттым. 24,5, 23,5 болды. Менде мына жақта 23,5 болып тұр. Міне. Вот. Міне 23,5 болды. Демек, уже мына жақ 23,5 болғаннан кейін, мен 23,5-ды мына жақта өлшеп аламын. Вот, осы жерге қоямда нүктені 23,5 деген. Ал мына жерде менде, мына жерге дейін менде 49 шығу керек. Ага, 49 шығып жатыр. Но все равно барлығы штапель көйлек болғандықтан, мен мына жерден, бұл заңдылық ретінде, бұл құпия, 1 сантиметр мен мына жерден шығарып жіберемін, бормен. Үнемі пішкен кезде, себебі біз мына жақты жаптық. Получается, мына жердегін алып тастағанды біз мына жерге қостық деген есеп қой. Вот. Үнемі осылай жасайын мен. Енді 1 сантиметр тігіске беріп, қия берем. Сені мына линейка маған действовать етеді, кәдімгідей.
И мына жерде де 1 сантиметр тігіске беріп, мына арқасы бітті. Шетке аламыз оны. Енді алдын пішеміз. Ой, мам. Бұл камераға жаппау үшін. Міне, выточка болатын жерді кішкене тіліп аламын. Мына жерде де 1 сантиметр тігіске беріп, бірден сызбаймыз, бормен сызып жүрмейміз. Көз шамамен 1 сантиметр екен. Егерде көз шамаңыз жұмыс жасамаса, прям метрмен немесе линейкамен 1 сантиметр өлшеп шығыңыздар да, и одан кейін өлшеп сызып болғаннан кейін барып қисаңыз да болады. Егерде новичок болып жатқан болсаңыз. Тігіп жүрген болсаңыздар, көз шамамен 1 сантиметр өлшеп қия бересіздер. Міне, болды, бұл артығы. Так. Бұл да артығы. Мына жерде мен 0,5 даже беремін. Артығын қиып тастайын. Запаспен қимаңыздар. Дөу болып кетеді, сізге кең болып кетеді. Мына қорқақтап, кейбір қыздар қорқат, тар болып қалама, қалай болады екен деп. Сондықтан не істеп кетеді. Петличканы басып отырған жоқпын. Вот. И 1 сантиметр мына жақтан да беріп, вот. Қараңыз. Мына жақтан бұлай өтіп кетеміз, и қиып кете береміз. Центрді бұлай белгілеп аламыз, тіліп кішкене. Мына жақта даже 1,5 сантиметр беруге болады. Так, алды, арты дайын болды. Енді бізде мен бағана айтқандағыдай мына жерде кусоктар бар, я? Вот, біреуін аламыз. Мынанша матам артылып қалды, значит, жең ұзынға да жетеді. Спокойно. Мына жерде бір шетінен алып, подбор жасаймын мен. Если замок тігетін болсаңыздар, замокқа айттым ғой, замокқа тек қана мына жаққа 1 сантиметр тігіске бересіздер, болды. Ал біз түйме қоятын боламыз, сондықтан мен мына жақтан 2,5 сантиметр бердім. 2,5 сантиметр беріп, даже 2 беріппін. 2 беріп, и 1 сантиметр тігіске бердім. Вот, осылай қалай тұрған болса, осылай тұрып, мен подбор жасап алам. Подбор деген ол ішкі жағынан тігетін матасы. Оны еще дублерин жапсырып аламыз. Біз кішкене дублерин керек болады. Түйреп алайыншы. Сырғып бара жатыр ғой. Вот. Мына жерде бір 5 сантиметрдей болу керек. Қиғанымыз, міне, 5-6 сантиметрдей болу керек. Енді мен түйрегенімді алып тастаймын. Міне.
Так, 6 сантиметр болды. Енді мен ұзына бойы 6 сантиметр қиямын, бұлай. Көрініп тұр ма камераға? Мына жерде де 6 сантиметр болу керек. Мен сізге бормен сызып көрсетем. Қараңыз, мына жерден 6 болды. Мен просто бәрін естіп кете берем. И мына жақта 6 болды. Мына жерде де 6 мен жасап кетіп жатырмыз. Енді примерно бір қарыстай жерді. Одан кейін бұлай жасаймыз мұны. Көрдіңіздер ме? Бұлай кетеді бізде. Мына жағы сол 6. Мына жағы сол 6. Мына жағы сол 6. Вот. Сонда бұлай 6 болып келеді тағыны, мына жерде переход кетеді, мына жерде 6 болып келеді, бір қарыстай жерді. Мына жерде сонда как үшбұрышты сияқты болады. Вот, подбордты осылай жасаймыз. Вот. И подборд. Подборд ол мына детальдікі. Мына детальдікі. Келесі бізде мынау бар, Кәдімгідей түйрегішті аламын, арқасы. Бұдан бізде бір деталін алып тастаймыз да, бізде бір деталь шығу керек. Покосой кетсе де бола береді, покосой кетсе қайтаға жақсы. Прям ашамын. Ашамын да сызып аламын бірдей. Міне иықтың наклондарын бәрін осылай сызып аламын. Кейіннен осы сызықтан мен 6 сантиметр өлшеп алам. Себебі подбордымыз 6 болды. 6. Желке жақты даже 7 жасауға болады, орта жағына келгенде. Мына жер қайтадан 6 болып келе береді. Готовый киімдерде байқасаңыздар, желке жағы даже 10 сантиметрге дейін жеткізеді. Енді қия береміз. Қайшым өткірлейтін болып тұршы. Курткадан кейін что-то өтпей қалды. Кеше қағаз қырықтық еще. Мен прям не істеп алам да, бұлай. Бірге қойып алам. Бірге қойғаннан кейін бірдей болу керек, бұлай. И енді дублерин жабыстырамыз бұған, немесе сразу бірдей қиып аламыз. Міне, осылай болады ішінде. Түсінген болсаңыздар. Так, менде дублерин. Негізі бұған ақ болғанда жақсы болар еді, но менде запаста ақ жоқ екен. И мен түйме дайындадым. Түйме осындай, кішкентай қызыл түйме. 5 штук жетеді. Осындай 5 штук түйме дайындадым. Дублерин не ол, қыздар, новичоктар? Дублерин ол арнайы мата, метрі қымбат тұрмайды, бір 500 теңгедей тұратын шығар. Вот. Мен үнемі дублеринмен жұмыс жасаймын, флизелинмен жұмыс жасамаймын. Флизелин ол осындайдың қағазы да, а бұл матасы. Бір беті кәдімгідей марлі сияқты, немесе бір мата сияқты, бір беті клей мынандай. Шотыр аппақ болып тұрады. Бұл жағы клей. Бізге осы клей жағы керек. Жалпы ол форманы ұстап тұрады. Дублеринмен тігу барысында біз көп жұмыс жасаймыз.
Вот осылай матаны бүктелген жеріне қойып, тігінен, байқаған болсаңыздар, тігінен қойып, дублеринді да солай қиып жатырмын. Дублерин бізге көп керек емес. Тігінге қызығып жүретін болсаңыздар, 1 метр алып қойсаңыздар, бірнеше көйлекке жетеді негізі. Пиджак тігетін болсаңыздар, енді көп кетеді. Пиджак, қажекей тігетін болсаңыздар, көп кетеді. Так, біреуі дайын. Енді алдыңғы детальға. Есіңізде болса, біз мынаны қиып алдық. Түйрегіштермен түйреп аламыз. Осындай детальдарды бірден дайындабасаңыздар жақсы да өзіңізге. Кейін уже тока дублеринмен жабыстырып, мен өз басым бәрін, заготовкаларын бәрін жасап алам. Одан кейін барып тігуге кірсем. Так, болды. Так, бұл. Мынау арқасы. Так, мынау уже кусок керек емес. Керек емес. Міне бізде арқасындағы аптачка деп айтып жатады. Аптачкасы. Артқы деталь. Аптачкасы дайын. Алды. Подбортымен дайын. Міне, бұны подборт. Бәрін өзінің атауымен атаған жақсы да. Тігінді өміріңізді тігінмен айналыстыратын болсаңыздар. Так, арты дайын, міне лекаласымен. Мынау жең. И 2 юбкамыз да дайын болды. Енді детальдарды жинауға кірсек. Так. Машинканы дайындайым. Қажет емес дүниелерін бәрін пакетке жинап алам. Артық ыбырсымасын деп метрімді алып қаламын. Қаған бәрін ішіне салып кейін реттеп алам эфирден кейін. Так, удлинитель келді, я? Үзіліп қалды ма? Дауысы естіліп жатыр. Мен бүгін міне ешнәрсе істеген жоқпын. Маған розеткаға қосып берсем болды. Вот. Ендеше маған мына жағынан көрсетсе, камераны қоссаң, енді камераны мына жақтан берсең ма? Так, енді бір кері байланысқа шығып алайын. Одан кейін онда осылай істейік.
Сақталады, 24 сағат сақталады. Жақсы қыздары, қалай, түсінікті болып жатыр ма? Юбканы түсінбей қалдым деген деп кішкене былай алыстау қойсам бола ма? Юбканы түсінбей қалдым деп жатқан қыздар болса, мен эфирді сақтаймын, 24 сағат сақтап қаламын. Қайта 24 сағаттың ішінде 1000 рет көріп жасап алсаңыздар болады. Так, сәлеметсіз бе, эфир сақталама, кешігіп қалдым дейді. 51 минут болып тұр. Қалғандарын қиып алдым дейді. Қыры сыры деген осы шығар дейді. Ура! Жақсы. Апай, сол видеоны бүгінше салыншы қайтадан. Сала алмаймын, қыздар, өшіп тастадым мен. Сәлеметсіз бе, эфир сақталама. Телеграмда қыздар өшіп тастамаған болса, Телеграмда жаса үлгересіздер. Адамды жігерленіп күшті түсіндіріп жатырсыз дейді. Алла зейіндеріңізді ашсын. Сабақ күшті өтіп жатыр, апай дейді. Әсем жаным, юбка түсінбей қалдым дейді. Юбка түсінбей қалғандар қайтадан көріп жасайды. Сақталам екен, бірінші рет қарап жатырмын дейді. Сақтаймыз 24 сағат. Мықты керемет сабақ болды дейді. Әлі сабақ біткен жоқ. Әлі жинаймыз примеркаға. Бірінші примерка болады, қыздар. Супер. Пішіп үлгермеп едім дейді. Выточка тіккенде боковой шов қысқармай ма дейді. Қысқармайды. Тігіп болғасын жуса бір размерге кішірейіп қалады. Тігіп болғасын жуса бір размерге, себебі алдын ала жуды. Қалғанын тюрбан тігіңсейші дейді. Сақтап қоясыз, арасында қатып тұр дейді. Мен тігем, апай, осыны әдемі шығазып жатыр. Мен бұнысында юбканың пішудің техникасын жаңадан беріп жатырмын, даже курста жоқ ол. Бұл вроде бы трапеция, вроде бы бүрме, но етегі клеш сияқты болады да, и әдемі жатады. Үйге киюге де бір приятно болады да, бір женский энергияң көбейіп, бір өзіңді керемет сезінесің. Просто прямой, бұлай қапшық сияқты прямой бүрме болмайды ол. Ол кәдімгідей етегі клеш, и все-таки бүрме болады. Әдемі жататын болады юбкасы. Так, күшті дейді, Алла разы болсын. Так, түсінікті. Юбканы түсінбедім дейді. Қайтадан көресіздер. От болып жатыр, рахмет сізге. От болып жатса, бәріміз от белгісін қойып кетейікші. Осы сториске салайын. Қатыса алмай қалған қыздар болса, қайтадан көріп қатысын. Бәріміз от белгісін қойып кетейік, от болып жатса. Дублерин алған жоқпын дейді. Әдем болып кетіпсіз, шаш қиғансыз ба дейді. Біраз болып қалған шашымды қиғаныма. Көйлекті трапеция қылып деген замок артына салсам болады ма дейді. Болады. Артына онда тігіске бересіз замокқа. Замокқа 1,5 сантиметр тігіске бересіз. 42 размер жеңі ұзын көйлекті тобыққа дейін 3 метр мата жетеді ма дейді. Жетіп қалу керек. Юбкасы 1 метр болатын болса, 1 метр 2 метр, жеңі 60 сантиметр болса, 2-де 60 жетіп қалу керек. Жетіп қалу керек. Даже 60 емес, бір 55 болатын болса, жеткізе аласыз. Просто юбкасы 1 метр болу керек. 1 метрден асырмаңыз, хорошо? 2 метр юбка шығатын болса, плюс еще алдына, көріп тұрсыздар, алдына 50 сантиметр кет қалып жатыр, и 50 сантиметр жеңге кететін болса, сол кезде жетеді. Мен кеше түнде сағат 3-те лекал сыздым дейді. Супер шықты 54 размер дейді. Молодцы. Міне. Етегін бүрме жасамай тіксем де болады ма дейді. Просто көйлеккеші, үйге киетін көйлекке кішкене кеңдеу болу керек, бұл штапель да. Үйге кигенде бізге тырс қалған көйлек болса, біз өзімізді некомфортно сезінеміз. Сондықтан үйге киетін көйлегіміз кішкене бізге кең, комфортно болу керек. Денеміз демалу керек. Оттар кетті. Бізде жеңді үлгермей қалған болсаңыз, жең бізде YouTube каналымызда бар. Оттар кетіп жатыр, оттар. Ох, эфир жанып кетпесе болды. Жақсы, скриндап алдым. О,
бомба болып жатыр. Күшті, молодцы. Молодцы. О, атылып жатыр. Бомба. Молодцы, қыздар. Алтындарым менің, алтын ханымдарым. Осыны алдындағы сабақты қалай көруге болады дейді. Алдыңғы сабақты уже өшіп тастадық. Вот, молодцы. Жанбай тұрсын, тігіп алайық дейді. Күшті. Энергетика прям мощный болып жатыр. Энергия мықты. Молодцы. Керемет. Ендеше кеттік ары қарай. Камера, задний экран. Ой, Несвел. Жаным. Осы эфирді өтіп тастамаңдаршы, жаным дерім ау. Ары қарай тігейік. Көйлек тігіп алсын қыздар. Алла разы болсын. Ең біріншіден Алла разы болсыншы. Осы сіздерге беріп атқан білімім, сіздерге бірінші Алла разы болсын. Ең біріншіден. Жан дерім, кетті ғой ары қарай. Жан дерім ай. Кетті ары қарай. Жалпы энергия мықты болып жатыр. Байқап атсыздар ма? Сезіп атсыздар ма энергияны? Мен өз басым прям сіздердің энергияларыңызды, көңіл күйлеріңізді қатты сезіп жатырмын. Түнде стористағы қандай болды лайфхак? Кукладан манекен жасап алып, өлшем алуды солай үйреніп жатыр екен. Менің бір студент қызым жіберген екен. Сіздің сабағыңызды оқып жатқанда осындай идея келіп, енді қазір осы мен қолданып жатырмын дейді. Күшті идея екен, я Барби кукла бәрінде бар сияқты ғой. Сол Барби кукланы маркермен сызып өздеріңізге жасап алсаңыздар болады. Күшті екен. Маған сол идея ұнады. Маған да прям бір жаңалық болды. Менде кәдімгідей осындай үлкен жіп, себебі үлкен жіп экономный болады да. Әр көйлекті тіккен сайын 3 жіп, 4 жіп алып отырсаңыздар, сіздерге одан кейін жинап аласыздар, я? Жіп іздемейсіздер, уже көп болады. Вот, мен қазір осы шөрнекке өз басым қалай ораймын. Мына кішкене орап аламда, өз басым былай жинаймын. Үлкен бобинаны жерге қойып аламда, мынаған қойып аламын. Сосын, мұны новичок қыздар. Мына жақты құлақты ашамын. Оғын қаратып кішкене итерсеңіздер ашылады. Сосын педальды басамын. Мына жақта кнопка бар, сол кнопканы басып тұрып, педальды басамын. И қолмен ұстап тұрам да, сонда мына жіптің төгілуі жеңіл болады. Көріңіздер ма? Үй жағдайында мен де үйде жасап жатырмын. Сіздер де үйден. Мен кішкене саусақпен былай направление жасаймын. Қай жер толмай қалды шөрнекті, сол жерді толтырып отырам. Вот. Көріңіздер ма? Төгілуі қандай? Мен де үйде жасап жатырмын. Үйдің жағдайында кез келген көйлекті тігуге болатынына көздеріңіз жетсін. Енді мына бобинаны мен артқа қоям. Бұлай қойып алам да, бұлай қойып алам. Даже камерамен түсірсе болады бұлай. Міне. Анау нені берші? Анау нені? Құдай-ау, скотчты бергін да. Қыздар көрсін. Даже скотчқа да бұлай қойып алуға болады. Сонда жібіңіз түсіп кетпейді да. Вот, қараңыздар. Лайфхак та сіздерге. Осылай қойып аламын. Енді жіпті өткіземін бұлай. Мына жерде менде А операцияда тұр, мынау 3 операцияда тұр, мына жерде 6-да тұр менде. Вот, жібімді өткізіп аламын. Қолғайшы керек. Енді ең бірінші мен бүгін примерка жасаймыз. Тек қана бірінші алғашқы примеркамызды жасаймыз. Вот, алдын бірінші выточка тігеміз қыздар. Ең бірінші выточка тігеміз.
лекаланы алып алам. Болды, бізге бұл уже папкаңызға алып қойсаңыздар болады, бір папкаға салып алып қойсаңыздар болады, басқа көйлекке қолданасыздар. Қараңыздар, мен түйрегішті мына жерде вытычкада түйрегіш түйреп алдым. Менде мына жерде мына қиып алған белгілерім бар, я? Мына жерде ине шығып тұр. Демек, осы жерде менде вытычка бітетін жер. Екі вытычка бірдей болу керек. Түйрегішті алып жатырмын. Болды, екі бөлек болды. Міне. Осы жерге мен осы жерге дейін болу керек. Сосын екі тіліп алған жерді қосамын. Осы жерге де вытычка қоям. Жалпы вытычка қалай жатыр, солай жатқызамын. Вот. Кішкене мына жер жетпей қалса, ол не страшно. Вытычка қалай жатыр, солай жатқызамыз. Енді осы сызықпен тігемін. Мына, ең біріншіден мына жіпті ұстап тұрам, қараңыздар. Сол кезде жіп ішке қарай кір кетпейді. Алғашқы 1-2 қадамды осылай жасап алам. Қараңыз, енді мына жерге жақындағаннан кейін мен вот нанет кетем. Міне матадан шығарып жібердім. Болды. Артқа беремін. Кішкене тартам, қолмен көмектесем. Болды. Менде уже артық жіптерді қырқып алам. Міне, вытычка шығып кету керек матадан. Міне, ақта көрінеді. Ақта жақсы көрініп тұр. Вытычка матадан шығып кету керек, мына тігіс. Көрдіңіздер ме? Матадан шығып кету керек. И ашқан кезде вытычкаңыз, міне, мына жерде ешқандай складка, бүрме, еш нәрсе болмайды. Міне, матадан шығып кетеді. Артық жіптерімізді тазалап отырамыз. Вот, енді үтіктеген кезде төменге түсіріп үтіктейміз. Мына жақты, міне қараңыз, 0,5 шығып кетті ма? Ол қорқынышты емес. Оны кейін қайшымен бұлай реттеп аламыз. Болды. Өз басым мен үнемі солай істеймін. Менде тар да кең де еш нәрсе болмайды. Көрдіңіздер ме? Мына шығарып жіберген 1 сантиметрім тіккен кезде маған осы жерде жақсы күшті рөл ойнап жіберді. Вот. Келесінде осылай тігеміз вытычканы. Мына жерде бізде нүкте бар. Негізі ең бірінші осы нүктені белгілеу керек. Түйреп. Кейін қалай жатыр, екі тіліп алған жерімізді біріктіреміз. Вот. Осылай сызып алсаңыз да болады. Мен сызбай ақ жасай берем, сондықтан сіздерге просто сызып көрсетіп жатырмын. Кейбір кезде осылай жіп шайнап жібереді, сондықтан алғашқы тігісті 1-2 қадамды мына жіпті ұстап тұрамыз. Сол кезде ішіне кіріп шайнап кетпейді. Әсіресе новичоктар. Үнемі әр тігістен кейін жіптерімізді тазалап отырамыз. Вот, мына идеально шықты. Все. Енді арқасы қайда? Екі жанын түйреп аламыз. Вытычка төменге түсіп кетеді, мына вытычка. Сосын вытычка, қараңыздар. Қалай жатыр? Қалай жатыр, осылай түйрейміз. Тартпаңыздар, тігіс тартылып қалады. Қалай жатыр? Міне. Бірінші үтікте басаңыздар да жақсы да. Мен қазір эфир беріп жатқаннан кейін, что-то мен гладильный доска кіргізбеппін.
осы жерге кіргізуім керек еді. Вот. Қалай жатыр, осылай жатқызамыз. Сол кезде тартып тұрмайды сіздерде выточка. Көрдіңіздер ме? Каждый нюанстарды дұрыс істеп отыратын болсаңыздар, сіздерде ондай нелер болмайды. 1 сантиметр бердік па тігіске, демек 1 сантиметрмен тігеміз. Міндетті түрде тігісті бастағанда да, аяқтағанда да закрепка беріп отырамыз. Яғни мына жерде бізде, мына новичоктар, мына жерде бізде осында рычаг бар. Кез келген қол машинкада да бар, аяқ машинкада да бар. Төменге түсірген кезде тігіс артқа жүреді. 1-2 қадам артқа жүру арқылы бізде тігісіміз ары қарай сетінемейді. Кейіннен барып ашқан кезде мына жер сетінемейтін болады. Сондықтан үнемі артқа беріп отырамыз. Көрдіңіздер ме, қандай болды бізде? 1 сантиметр жылжып кетті. Бірақ выточка қалай жатыр, ол сізге уже кедергі жасамайды, тартпайды да, еш нәрседе болмайды. Вот осынша. Кейбіреулер пішіп атқан кезде прям үшбұрышты қылып пішет осы жерді да. Мен олай жасамаймын, осылай жатқыза салам болды. Сразу иығыңда тігіп алсаңыздар болады. Менімен бірге тігіп жатқан қыздар бар ма? Алдын ала түйреп алыңыздар. Примеркаға қолмен тігіп көрсеңіздер де болады. Сіздер үйдесіздер, асығыс емессіздер, прямой эфирде емессіздер. Мен примеркаға дайындағанда клиенттерге, бұрындары қас клиентке тікпеймін ғой, жалпы дайындаған кезде мынаны 4-ке қоятынымда қадамын үлкен қылып, сосын басқа жіппен, ақ жіппен ба, басқа түспен жинап алатынмын. И закрепка қоймай, үлкен қадаммен жинап аламда детальдардың бәрін. Одан кейін примеркаға шақыра берем. Вешалка іліп, примеркаға шақыра берем. Примеркадан кейін ақ жібімді сөкпей, например, қызыл көйлек болса, өзін түстес матасын жібімен тігіп, кейін ақ жібін сөкіп тастайтынмын да, и уже аккуратно шығады. Қолмен көктеп отырмайым, қолмен көктеуге уақыт жоқ менде. Себебі сол кезде менде клиенттер өте көп болған. Күніне 2 көйлек, 3 көйлек тігу керек болатын. Немесе реставрациялар келетін, подгонкалар келетін, параллельно. Сондықтан уақыт жоқ еді. Мен машинкамен жинайтын. Тез-тез пішем дағыны машинкамен жинайын болды. Қанша информация кетіп жатыр, тегін. Алла разы болсын. Так, енді бізде центр мына лекаламызға қарап көрсек болады. Бізде жалпы центр ол мынау, я? Мынау центр. Мен лекаламды прям тақап қоямды мына жерге. Негізі оны пішу барысында жасауымыз керек еді. Вот, осы центр. Осы жерде мен кішкене тіліп аламын. Вот, тіліп алам. Яғни мен не істеп жатырмын? Көйлекті
центрға центрді келтіріп, былай түйреп аламын. Вот. Вот, менде алдыңғы деталь. Все, арқасына қарағанда кішкене кеңдеу. Енді юбкасын екі шетін қосып аламыз. Сіздерге түсінікті болсын да. Юбкасын екі шетін қосып аламыз былай. Вот осылай қосамыз. Бірақ шифон болсын, штапель болсын, мен үнемі түйреген кезде салбыратып қойып түйремін. Бұл да бір құпияның бір түрі, менің бір техникам бір түрі, практикамда көмектескен. Вот, матаны салбыратып қойып түйремін. Жатқызып қоймаймын. Сол кезде менде бірден тігісім жақсы жататын болады. Егерде, мына қараңыз, салбыратып қойғаннан кейін бір шетінен асып шығып кетуі мүмкін. Кейде бірдей болу мүмкін. Бірақ мынау послушный штапель болғандықтан бірдей болып жатыр. Но шифонда кейде бір беті былай салбырап қалады, бір беті қысқа болып қалады. Ол кедергі емес, қате де емес, бір-бірін келістіруге әрекет жасамаңыздар. Қалай жатыр, осылай түйреп аламыз. Қалай ілу тұр, вот солай түйреп аламыз. Болды. Бұл да менің бір методикамның бір түрлері. Салбыратып тұрып түйреймен. Барқыт болса да, барқыт көйлектері болса да. Вот. Ерінбей. Кейбіреулер жатқызып қойып реттейді. Ол дұрыс емес болып шығады. Тем более клеш болғаннан кейінші бір беті отырған болады. Дұрыс емес болып шығады. Вот, енді қайтадан түйреп алған жерлерімді машинкамен 1 сантиметр тігіске беріп жүргізіп аламын. Сіздерге лайфхак, түзу тігіс болу үшін не істейміз? Мына жолдар бізге фабрикадан бекер бермеген. Вот. Мына жолдар бізге бекер бермеген. Демек, осы жолмен көңіліңізді машина айдаған қыздар бар болса арасында, жолға қарап айда деп жатады ғой. Вот, тігінде де солай шофер сияқты боласың. Яғни жолға қарап айдайсың. Вот осы жолға қарап айдайсыздар. Бұл да сіздің машинаңыз. Бекер айтпаған ғой, машина деп. Осы жер кейде шайнап кетеді. Лучше мына түйрегішті шығармау керек та осы жерден ше. Вот, кейін артқа беріп жатқан кезде тоже бір лайфхак сіздерге. Мына артқа беремін мен, мына қолмен артқа беремді и педальды басамын. Сосын мына түйрегішпен бері қарай итеріп жіберемін. Яғни көмектесіп жібереміз. Вот осылай.
Сонда шайнап кетпейді. Вот. Жіптерін бәрін тазалап отырамыз. Ұзындау жағы ол етегі болады. Мына қысқалау жағы бұл бел жағы болады. Я? Енді осы бел жағының центрларын тауып аламыз. Центр. Мына екіге бүктеймін. Мына тігіске тігісті келтіріп, екіге бүктеймді. Мына центрді кішкене тіліп алам. Мына жақты да екіге бүктеймін. Центрға келген кезде, мына қараңыз, өзі келеді. Центрға келген кезде мына белгі қоям. Енді так, төртке қоям тігісті. Төртке қоям да и закрепка бермей тігемін. Бұл біз бүрме дайындап жатырмыз. Қараңыздар, келесі тігіске дейін келдім. Мен шығып кетемін. Жіпті қалдырам ұзындау қылып. Бұл менің методикаммен. Маған осылай оңай, сіздерге де соны үйретіп жатырмын. Кетті арғай. Мына қолмен мен көмектесіп отырам, тартпаймын, но кішкене машинкаға көмектесіп отырам. Бұл бытовой машинка болғаннан кейінше, бұның тістері бәрібір кішкене көмектесу керек. Кішкене көмектескеннің өзінде тігісіңіз текіс болады. Егерде өзін беріп жіберсеңіз, миллиметр тартып тұрады бәрібір. Білмеймін, өз басымда, міне, кішкене көрдіңіздер, сәл волна болып тұрады. Сондықтан волна болмасын деп, мен бұрындары мен есімде да, кішкентай кезімде, әжем тігін тіккен кезде, мен қол машинамен тігетін ғой ол кезде. Қол машинамен тігетін. Сонда маған арқасынан тартып тұр деп айтатын үнемі. Сіздерде де әжелеріңіз сөйтіп айтқан болса, жүрекшелеріңізді басып кетіңіздер десең де. Әжем үнемі айтатын. Құрақ тігетін мен әжем. Сонда айтатын. Арғы бетінен отырып тартып тұр деп айтатын. Себебі ол бір қолына мен мына қол машинаны айдайды ғой бір қолымен. Бір қолымен матаны беріп тұрады да, уже мына жақта үшінші қол керек та оған. Үшінші қол жоқ. Енді қараңыздар, мына тігіске параллельно мына жіптерді қырықпаймыз, қимаймыз. Осы жіпке, осы тігіске параллельно екінші тігіс береміз. Міне, қараңыздар, мынау менің тігісім. Міне, мынау менің тігісім да. Енді осы тігіске параллельно екінші тігіс жүргіземіз. Сол кезде бүрмеге тура мына жолмен, мына жіпті, мына жолмен береміз. Мына жолмен. Прям қадағайлап, асықпай, бұлай тігіңіздер.
тігіске келгеннен кейін қайтадан қиып тастаймыз. Жібім мына жерге шығып кеткен екен қазір. Эфир болып жатыр ма? Енді оң қаратамыз. Оң қаратамызда мына жердегі сыртындағы 4 жіпті тауып аламыз. Ішкі жағындағын емес. Мына 4 жіпті тауып аламыз. Енді осы 4 жіптен бірден тартамыз. Сонда бізде бүрме бір жаннан емес, сразу екі жаннан да бүрме жиналып атқан болады. Байлап аламыз сразу. Мен сразу байлап алам, шығып кетпесін деп жіптерім. Енді мына бетінен де. Сіздерге бір лайфхак айтайын. Мен көрдіңіздер ма? 10 бетінен тіктім, я? Демек, мен бүрмені 10 бетінен жинаймын. Теріс бетінен тігетін болсаңыз, теріс бетінен жинайсыз. Почему-то білмеймін, менің практикамда осылай бүрме жинауға өте оңай болатын. Байлап аламда, енді тағы да бүрмесін жинай беремін. Менде жалпы мынаның ішіне мен сыйып кетуім керекпін. Неге жыбырлай бересің? Музыкаға билеп атсың ба? Примерно осылай мен қарайын да, мынаның ішіне сыйып жатыр ма? Сыйып жатқан болса, значит болды, бүрме бітті. Басқа бүрме жинамаймыз. Енді осы бүрмені жайғастырамыз. Енді бүрмені жайғастырамыз. Барлық жер бірдей болу керек. Прям саусақпен сеземіз. Бағанағыдан бір қарыс емес, даже бір жарым қарыс бере берсеңіздер болады. Бүрме одан да көп болады, одан да әдемі болады.
Вот. Прям саусақпен, саусағыңыз сезіп, бірдей болу керек та бүрмелер. Вот. Енді арты кішкене кішірек, арты кеңдеу, разница бар. Сондықтан алдын артын шатастырып жібермеңіздер. Міне мынаның центрі мен юбканың центрін бірге түйрейміз. Вот. Енді жандағы тігіспен жандағы тігіске келтіріп тұрып түйрейміз. Прям тігіске тігісі келу керек, міндетті түрде. Тігісті артқа қарай бүктесеңіз болады. Вот. Вот. Сонда мен мына беліне қарай юбкасын бүрмелеп дайындап алдым. Енді не істейміз? Енді осыны тігеміз. Кәдімгідей осы төртпен тіге беріңіздер, себебі кейіннен біз бәрін шашып тастаймыз. Біз бір киіп көреміз. Біз бірінші примеркаға дайындап жатырмыз. Негізі маған примерка керек емес, бірден тік кете берсем де болар еді. Сіздерге арнайы сабақты үшке бөліп отырдым. Арасында сіздерді примерка жасап, киіп, қалай болып жатқаны көрсін деп, сондай мақсатпен.
Осылай болды, міне. Осылай болды. Енді бір жеңді, екі жең полный лекаласын алып тастаймыз да. Жең кейінен де сізге жұмыс жасайды. Бұны бұрын қайтадан біріктіріп, мына жерге скотчпен жабыстырып тастасаңыздар болады. Я скотчпен біріктіріп жабыстырып тастасаңыздар, кейінен де сізге қызмет жасай береді. Енді осы жеңді кәдімгідей бұлай жинаймыз. Сосын мынау төбе жақты, қараңыз. Төбе жақты бұлай тоже екі тігіс жасап аламыз бүрме қылып. И осыған параллелін тағы да бір тігіс жүргізіп аламыз. Ой, не болып кетті. Осындай кезде мен былай жасаймын. Қараңыз, мына жіпті шығарып аламда. Кез келген адамда бұндай болып қалуы мүмкін. Мына мен бағана ұстамай қалдым ғой бір жіпті. Содан кейін сондай болып қалуы мүмкін. Мен бұлай шығар жіберем дағына. Мұны көріңіздер, көмек кедергі жасайды. Кейде осы бір жіпті ұстамай қалғанда осындай болып қалады. Ол нормально. Қайтадан жіпті шығарамыз. Мына шайнап кеткен жіпті қырқып тастаймыз. Бұның бәрі нормальный нәрсе, өмірде кездеседі. Мына екі жіпті ұстамай қалса, астына қарай шайнап жіберу мүмкін. Содан болады ол. Кейде ұмытып кетем, соны ұстамай қаламда, астына қарай жіп өтіп кетеді. Вот. Енді бұны да үстіңгі жағымен тіктік қой. Сондықтан үстіңгі жағымен бүйтіп бүрме етіп жинап аламын. Демек, біз төбе жағымыз кішкене бүрме болады. Аккуратно әдемі көйлек шығады. Үйге киетін штапель көйлек, дене дем алады. Қажет киіммен кисе де болады. Келіндер, әйелдер болсын, кім болса да. Өзіме де басқа түсінен осындай тігіп алам деп отырмын. Ұнап отыр өзіме. Маташ жақсы екен. Вот. Сонда сіздерде осындай бүрме болады. Тіккеннен кейін осындай әдемі тұрады. Фонарик болып кішкене. Ендеше, так, алды-арты қалай білеміз? Біз алды-арты, бізде былай істегенде алды кішкене ойылып тұрады. Мен соны белгілемеп негізі пішкен кезде, бізде алды-арты деген жер бар ғой, пішіп атқанда алдын кішкене тіліп алу керек, немесе бормен алды екен сызу керек. Пішкенде мен көбінесе центрді тіліп алдық қоя, и алдындыға қарай тіліп алуымыз керек біз. Сонда белгі болып тұрады, вот. Тіліп аламыз. Но все равно алды кішкене ойынқы болады. Енді келінімізді шақырып, оға дейін сұхбаттаса берейік. Келінімізді шақырып, жеңшеңе апар. Сөйлесе берейін.
Қыздар, жүрешті тұра берсін. Я, кисін да. Көйлегін шешіп, үстінен, өзінен кисін. Так, комментарий қосайын. Қыздар, қалайсыздар? Сабақ қалай болып жатыр? Қалай көрініп жатыр? Қалай естіліп жатыр? Сабақ қалай болып жатыр? Жаңалық болды ма сіздерге? Жаңа нәрсе болды ма? Біраз нәрсе үйрендіңіздер ма? Сақтап үлгеруім керек. Қазір примерка жасап алайық. Пока еш нәрсе деп тұрған жоқ бізге прямой, пока үндемей тұр. Егерде Instagram сақтап үлгеріп қал, 20 секунд қалды деп сообщение келсе, үлгеріп қалуымыз керек. Уже бір сағаттан асып кетті, 99 минут болыпты ғой, сабақтың болып жатқанына. Керемет болып жатыр дейді, керемет. Сабақ ұнап жатыр ма? Шабыт кімде? Шабыт қалта салмаймын. Қалта салғыларыңыз келсе салыңыздар. Көреміз, мата артылып қалды ғой, қалта салып қалуымыз да мүмкін. Может, саламыз, Керемет болып жатыр, от болып, Алла риза болсын дейді. Уақыт бітіп қалған жоқ па? Уақыт бітіп қалған жоқ. Пока 100 минут деп тұр енді. Инстаграм үндемей тұр. Инстаграм үндемей тұрған кезде біз де сабағымызды жүргізе берейік. Супер. Иық қолтық ойынды бел 2 рет тігіс жүргізіледі технология бойынша. Кем на жерге? Вот. Вот. Болды. Мен келінім, танысыңыздар десеңдер. Вот. Тар емес па? Вот мұна иығы жайында тұру керек. Мұна иығы жайында. Қолтығы біз арнайы естеріңізде болса, қолтығы біз 2 сантиметр түсірдік. Яғни бұл әлі тігілгеннен кейін кішкене жиналады, себебі салмақпен түсіп тұр, бірақ былай болып тұр. Мына осы. Мына қараңыздар, иығы тіккеннен кейін мына жердің бәрі жиналады. Былай. Тігіске кетеді 1 сантиметр. Иығы жайында, мына плечосы жайында, мына жағы жайында. Мына жағы тар емес, кең емес жайында тұр. Мына тіккеннен кейін жақсы болады. Мына ауырлықпен неғып тұр, тіккеннен кейін кішкене жиналады. Қолтығы жақсы, летний болғаннан кейін кішкене түсіріп тұрып сыздық. Мына жерде түсіріп тұрып сыздық. Арқасы, мына кеңдігі тар емес, нормально. Кеңдігі алдын артеге үй киімі болғаннан кейін алдыны кең қып жасадық. Жанынан қарайыншы. Тоқта, жанынан қарайын. Жанынан қарайын. Арқасы салбырап тұрған жоқ, и 2 шеті салбырап тұрған жоқ. Бірдей болып тұр, көрдіңіздер ме? Бірден уже тік кете беруге болады. Штапельге жақсы. Ұзындығы да былай алыстан кегін да, алыстан. Мына күнді шалысып тұр ғой. Вот. Енді жең. Мына алды дедім. Жеңде осылай тігіледі, бостау болады. Жеңі осындай болады, фонарик кішкене. 1 сантиметр тігіске кеткеннен кейін осындай болып тұрады. Выточкасы жайында байқаған болсаңыздар, выточкасы тура мына көкірекке жетпей, өзін жайында тұр выточкасы. Мына жерде қызыл түйме болады. Емізе береді спокойно. Ашып кетпеген мына жерде? Болды, нормально. Одан артық ашпаймыз. Егерде тағы да ашам десеңіздер, аша берсеңіздер болады, но біз ашпаймыз. И міне. Вот. И қолтық жағы да салбырамайды, жақсы болады, текіс болады мына жағы. Все. Болды, ертеңгі сабақта уже ары қарай тігеміз. Ары қарай жалғастырамыз тігуді. Так, мен стулда алып отырайын. Мен боспын ғой, Сен боссың, рахмет. Ал қыздар, қалай болды?
Келініңіздің орамалы әдемі екен дейді. Келінім өзі де әдемі. Так, рахмет. Керемет дейді. Көрдіңіздер ма? Осы главный өлшемді дұрыс алсаңыздар, бағанағы біз корректировка жасадық сызбада. Алатын жері жоқ. Алатын жері жоқ, кең де емес. Жалпы бұл штапель болғаннан кейін кішкене кеңдеу. Кішкене кеңдеу. Сондықтан штапельге ол жақсы. Үйдің киіміне ол жақсы деп ойлаймын. Келініңізге құйып қойғандай. Вытычкасы жайында, белдегі сызығы екі бетінде салбырап тұрған жоқ, иығы салбырап кеткен жоқ, өзін жайында тұр, қолтығы да өзін жайында тұр. Мына жағы кішкене салбырағаны, ол мынау ауырлықпен еще тігілмеген ғой. Негізі қолтықты тігіс ұстап тұрады қыздар. Тігіс ұстап тұрады. Бұның қолтығы тігілмегеннен кейін мына жері салбырап кетті. Атак тігілгеннен кейін өзі қайтып жайына жиналады. Біраз тігіп тастадыңыз дейді. Біраз тігіп тастады. Мен де келініме тігемін, Алла бұйырса дейді. Твай дейді, келініңіз әдемі екен дейді. Саған комплименттер айтып жатыр. Софт матасын жуып алу керек па? Софт матанышы сіз пармен, қатты пармен прям үтіктеңіз. Алдағы уақытта тағы осындай керемет сабақтар үйретіңізші дейді. Бүрме тігетін лапка пайдаланып көрдіңіз ба, қалай болады екен? Негізі бытовой машинкада мен сатып алдым 1500 теңгеге, но мен оны қолдана алмадым. Бархатны өткенде мастер-класс дайындаған кезде, ол ақылы мастер-класс, оған мен промышленный офиста, бізде промышленный машинкаларымыз бар. Вот сол жерде мен бүрме тігетін промышленный машинканы қолдандым, өте керемет. Беліне белбеу керек сияқты. Үйдің киіміне үйдің керек емес. Енді сабақты сақтап алуға әрекет жасайын. Машинамның асты бос тігіп тұр, или үстіме білмеймін, тіксем астындағы жіп суырылып шығып кетіп жатыр дейді. Значит, сізде мына жақта мына шөрнек бар ғой, мына шөрнектің арасына, мынаның арасына жіп тұрып қалуы мүмкін, мусор тұрып қалуы мүмкін, мынаның арасына жіп тұрып қалуы мүмкін. Вот соның арасын тазалаңыз, инемен кіргізіп көріп, немесе мынау болт бар, мынау болт бар. Вот осы болтты қатырып көріңіз. Вот қатырып көріңіз. Оны қатыруға да болады, босатуға да болады да. Вот солай жасап көріңіз. Осыны велюрге әрине болады. Қалта тігейік па дейді. Давайте тігейік. Прадамен де тігуге болады, Сізге келін болған бақытты ғой, ақ жарқын жатсын. Бақытты болсын енді. Басқа матадан осы көйлекті тіксе болады ма дейді. Мынандай форма ұстамайтын, кішкене былай сөлпілдеп, салбырап тұратын шифоннан болса да тігуге болады, Прада матадан да тігуге болады, штапельден де тігуге болады, барбиден де тігуге болады. Сондықтан осындай бір сөлпілдеп, бір салбырап тұратын маталар бар ғой, бір велюр сияқты маталар бар ма, вот содан тігуге болады даже. Даже велюрден тіксеңіздер, на выход тігіп алуға болады. Бір жаққа шыққанға, жұмысқа барғанға дегенші. Сондықтан тігіп алыңыздар. Ертең тағы да сабақ болады. Ертең көйлекті толықтай бітіреміз. Қалта тігейік десеңіз, қалта тігейік. Маған не проблема қалта тігуге? Қалтаны да сіздерге үйретіп жіберемін. Сабақты өшіріп тастадық біз. Біз бүгінгі сабақты қазір сақтаймын. Сабақ мықты. Қалған ақпараттың бәрін сіздер қызық болып жатса, тағы да сұрақтар туындап жатса, бізде бірнеше курстарымыз бар, профильде сайтымыз бар. Сол сайтқа кіріп, немесе курс жайлы сұрақтарыңыз болып жатса, дайректен сұрасаңыздар болады. Арғарай тереңірек, штапель емес, арғарай тереңірек, нағыз тігінші боламын, сізбен бірге үйренемін десеңіздер, дайректке хабарлассаңыздар болады, немесе
сайтты көріп шықсаңыздар болады, дайректте өз номеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Ары қарай өзіңізді дамытамын, үйренемін десеңіздер, сіздерді өзімнің курсымда күтемін. Сондықтан біздің қыздар осындай оңай тәсілдерді, 1-2 примеркамен жақсы шығатын тәсілдерді үйреніп, бір күнде 1-2 көйлек тігіп, табыс тауып жатқан жайлар бар. Қалай шестиклинка? Айтып жатырмын ғой, қалған ақпарат, моделирование, ол ақпараттың бәрін сіздер менің курсымда біле аласыздар. Сау болыңыздар, барлықтарыңызды жақсы көремін. Ертең сабақта кездескенше. Стористе айтамын, 12-де бола ма, жоқ 2-де бола ма, может түс қайта болатын шығар, көреміз, я. Наверное, түскі асымызды ішіп, содан кейін бүгін сияқты 14:00-да Нұрсұлтанның уақытысымен кездесетін болайық. Сау болыңыздар, барлықтарыңызды жақсы көремін. Алтын жіппен тігу оңай. Ертең көйлекті бітіреміз. Сабақ 24 сағат сақталып тұрады. 24 сағаттан кейін сабақ өшіріп тастаймын. Одан кейін қапа болмаңыздар. Телеграмға қазір сақтап салатын боламыз. Сау болыңыздар.